ашып кетті ғой. Мама, үйде жейтін не бар? Ау балам, қамыр жайып ет асып берейін ба саған? Бауырсақ, сен пирожки жақсы көреді, пирожки істеп берейін. Это вы, мама? Ойбай, виіңне айналайын істеп берем ғой. Сізді бірінші соңғы рет келін болып түскен кезде қамыр жайған деп естігем. Пирожки пісіре аласыз ба өзісіз? Кеше ғана Кемел деген ұна келдің ғой. Жасасаң жасай бергің келеді екен ғой. Нан жабасың ғой, нандай бол. Нандай. Или нандай бол. Кеше нандайдан жедік қой. Сол Кемел деген ұннан жасалған, пожалуйста. Біздің Шымкент шығарады екен. Мін айналайын, Кемелден жасалған пирожкилер, пожалуйста. Ой. Ата жұмса, әйелдің пысық болуы киген күйеуіне емес, алған ұнына байланысты екен ғой. Шайды қойып тәтті бергенде, маңдайымнан